Сәлеметсіздер ме балалар? Менің есімім Айгерім. Мен Айплюс Республикалық білім беру орталығының қазақ тілі пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабағымызға көшпес бұрын өткен сабақтың бақылау жұмысына тоқталып өтеміз. Бірінші сұрақ. Көп нүктенің орнына демеулік шылауды жазыңыздар. Ертеде бір патша болыпты-мыс. Жауабы А. Мыс. Мұнда болжамдық мәнде қолданылып тұр. Дефис арқылы жазылады. Екінші, сұраулық демеулікті анықтаңыздар. Жауабы А. Ба. Үшінші, көп нүктенің орнына тиісті күшейткіш демеулікті қойыңыздар. Мына ағаштың биігін ай. Мұнда ай демеулік шылауы қолданылады. Жауабы С. Төртінші сұрақ, болымсыздық демеуліктерді анықтаңыздар. Жауабы С. Түгіл, тұрсын. Бесінші сұрақ, ақ, ау, ай демеуліктерінің түрін ажыратыңыздар. Жауабы Б. Күшейткіш демеуліктер. Алтыншы сұрақ, көп нүктенің орнына күшейткіш шылауын жазыңыз. Балам-ау, қайда жүрсің? Жауабы Д. Ау. Келесі сұрақ, Д шылауы қай сөзде нақтылау мәнді демеулік шылау болып тұрғанын ажыратыңыздар. Жауабы А. Ол көргенін айтқанды. Мұнда Д сөзден бөлек жазылады, дефис арқылы. Ал қалған нұсқаларда Д, Т олар табыс септігінің жалғауы болып, сөзбен бірігіп жазылады. Келесі 8-ші сұрағымыз, көп нүктенің орнына тиісті сұраулық демеулікті қойыңыз. Сенің қолыңдағы сызғыш па? Жауабы С. Мұнда сызғыш сөзі жуан болғандықтан, демеулік те па, ол да жуан болып жалғанады. 9-шы, шылауға тән емес ерекшелікті табыңыздар. Жауабы С. Адамның әртүрлі көңіл күйін білдіреді. Адамның көңіл күйін білдіретін ол одағайлар. 10-шы, шектік демеулік шылауды анықтаңыздар. Жауабы А. Ғана, қана, тек және ақ. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз модаль сөздер. Өткен сабақта біз шылаулар тақырыбына жеке-жеке тоқталғанбыз, ал бүгін соның жалғасы ретінде модаль сөздерге де тоқталып, олардың ережесін нақтылайтын боламыз. Модаль сөздер дегеніміз сөйлеушінің айтылған ойға түрлі көзқарасын, ой-пікірін, өзінің білдіретін бағасын білдіретін сөздерді айтады. Модаль сөздер қазақ тілінде көп емес. Біз қазір қазақ тілінде көп жиі қолданылатын модаль сөздерге тоқталатын боламыз. Мұқият назар аударыңыздар. Бірінші модаль сөзіміз керек. Оның білдіретін мағынасы міндеттілік. Мысалы, маған сол адам керек еді. Мұнда модаль сөзіміз керек. Мағынасы міндеттілік білдіріп тұр. Келесі сияқты. Мағынасы болжамдық. Мысалы, ол мені жек көретін сияқты. Бұл сөйлемде сияқты ол модаль сөзі. Нақты жауабын білмейді, жай ғана болжап айтады. Келесі екен. Оның мағынасы сенімділік. Мысалы, онда кітап көп екен. Мұнда нақты кітаптың көп екендігін сенімді түрде айтып тұр. Келесі түрі мүмкін, шығар, болар. Бұл модаль сөздердің барлығының білдіретін мағынасы болжамдық мағына. Мысалы, мүмкін олар қалада шығар, немесе мүмкін олар қалада болар. Мұнда модальдық сөздер мүмкін және шығар. Нақты қалада екеніне сенімсіз болғандықтан жай ғана болжап айтып тұр. Келесі түрі рас. Оның мағынасы растау. Мысалы, рас, сен менің досымсың. Мұнда досы екенін растап, нақтылап, сенімді түрде айтып тұр. Келесі түрі шамасы. Білдіретін мағынасы болжамдық. Мысалы, шамасы олар үйде жоқ. Шамасы сөзіне назар аударсаңыздар, нақты үйде бар жоқ екенін сенімді айтпай тұр, яғни болжап қана білдіріп тұр. Келесі әрине. Білдіретін мағынасы нақтылық. Мысалы, әрине, сен оны білесің.
мұнда оның нақты білетіндігін, бұл сөйлемде әрине модаль сөзі оның нақты білетіндігін сенімді түрде айтып тұр. Енді тақырыбымызды нақтырақ әрі толығырақ түсіну үшін сіздерге тапсырмалар жинағын береміз. Бірінші тапсырма: мәтіннен модаль сөздерді тауып, олардың білдіретін мағынасын анықтаңыздар. Енді тапсырманың жауабын тексеріп өтейік. Мұқият тыңдаңыздар. Бірінші сөйлем: айтылмаған үрейлі сөзді Нұржан өзі сезінуі керек. Мұнда модаль сөз керек, нақтылық мағынасын білдіріп тұр. Екінші сөйлем: екі күн болды, аспанды бұлт жапқалы, жауып кетуі мүмкін. Мұндағы модаль сөз мүмкін, нақты жауатынын жаумайтынын білмейді, жай ғана болжап айтып тұр. Келесі: айтыңыз, мүмкін біз албырттықпен білмейтінде шығармыз. Мұндағы модаль сөз шығармыз, оның мағынасы болжамдық. Төртінші: Хайдар мұны жете білмейді екен. Мұндағы модаль сөзіміз екен, білдіретін мағынасы сенімділік. Келесі сөйлем: Гүлсімге тұрар сырының тарихы ертеден басталған сияқты. Бұл сөйлемде модаль сөз сияқты, нақты мағынасын білмейді, жай ғана болжап айтып тұр. Келесі сөйлеміміз: әкесімен келісіп қойған екен. Мұндағы модаль сөз екен, білдіретін мағынасы сенімділік. Келесі: тастап кете ме деп қорқатын сияқты. Мұнда да сияқты ол модаль сөз. Келесі: өз жүрегінің жұмбағын өзі шешуі керек. Мұндағы модаль сөз керек, білдіретін мағынасы міндеттілік. Тоғызыншы сөйлем: олар Райханды тастап кеткен сияқты. Мұнда модаль сөз сияқты, нақты тастап кеткендігін білмейді, жай ғана болжаммен айтылып тұр. Келесі 10-шы сөйлем: хатшы тосып отырған болар. Мұндағы модаль сөзіміз болар. Мұнда да болжамдық мағынаны білдіріп тұр. Енді сіздерге екінші тапсырма. Төменде берілген сөйлемдердің ішінен модаль сөздерді тауып, олардың мағынасын анықтаңыздар. Енді сөйлемдердің мағынасын анықтап тексеріп көрейік. Бірінші сөйлем: рас, мен осы кісімен бір мектепте оқитынмын. Мұнда модаль сөз рас, мағынасы растау. Келесі сөйлем: расында мына көйлектің түсі әдемірек. Мұнда модаль сөз расында, мұнда да растау мағынасын білдіріп тұр. Келесі сөйлем: сіз мен сияқты ақкөңіл адам екенсіз. Мұндағы модаль сөз екенсіз, мағынасы сенім білдіру, құптау. Шынын айту керек, жалқаумын. Мұнда модаль сөз шынын айту керек, мағынасы мойындау. Мойындау сөзінің тағы синонимі келісу. Келесі сөйлем: ертең жаңбыр жауатын шығар. Мұнда модаль сөз шығар, болжамдық мағынаны білдіріп тұр. Жаңбырдың толық жауатынын я жаумайтынын нақты білмейді. Келесі сөйлем: көп нәрсені білетін көрінеді. Мұнда модаль сөз білетін көрінеді, мағынасы сенім білдіру. Әрине, осы аяқ киімді алу керек екен. Мұндағы модаль сөз әрине, мағынасы құптау, келісу. Келесі сөйлем: жасыратыны жоқ, жұмысым оңбай жүр. Мұндағы модаль сөзіміз жасыратыны жоқ, мағынасы мойындау, келісу. Шынында саған беретінім жоқ. Мұндағы модаль сөз шынында, мағынасы растау. Келесі сөйлем: әлі талай тойлар болар. Мұнда модаль сөзіміз болар, мағынасы болжамдық мағына. Тойдың нақты болатынын я болмайтынын нақты білмейді. Мүмкін Қарағандыға ертең жүріп кетерміз. Мұндағы модаль сөз мүмкін, мағынасы болжау. Қарағандыға нақты баратынын, бармайтынын білмейді, жай ғана болжап айтып тұр. Сонымен балалар, бүгін біз модаль сөздер тақырыбын толық аяқтадық, талдадық. Сіздерге тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше, хош, сау болыңыздар.